Міне, мына бала ұста болады екен. Ал мендегі дихан болады екен. Мынау ше? Кәне? Көрейік. Бұл сарбаз болады екен. Аға, андағы жұлдыздарды неге жерге тастамаймыз? Әй, ол 1000 жылда бір келетін адамдар ғой. Сонда олар кімдер? Білмейм. Оны тек жоғары жақтағылар біледі. Ең болмаса, қолмен ұстап көрейінші, Жарайды. Тек байқа. Жарайдағы періште. Мұның жарығы да күштірек. Салмағы да ор екен. Түсіріп алма. Енді десей. Қабәт деген айттым ғой байқа деп. Ботақанымсың. Алла бізге ұл берді. Өзі маған ұқсайтын секілді. Көзі маған ұқсайды ғой. Жарайды, қалған жері маған ұқсайды. Ой, балам, байқасаңшы. Ассалаумағалейкум, ұстаз. Уағалейкум ассалам. Бүгін аспанда жарқырап жаңа жұлдыз туды. Демек, дүниеге ерекше сәби келді. Рас па? Олай болса атын сіз қойыңыз. Оқсыз Фараб, Яссы қалаларындағы басты ұстаз өзіңіз ғой. Менен де ұлы ұстаз болады бұл. Ендеше баланың аты Әбу Насыр болсын. Әбу Насыр, Әбу Насыр, Әбу Насыр. Бүгін біз математика негіздерін өтеміз. Қане, мұқият қараңдар. Міне, енді осы таяқшаларды қосыңдаршы. Қанша болады екен? Сен білесің бе? Жарайсың, қара бала. Өте дұрыс. Енді тағы бір мысал. Міне, енді кім шығады? Мен шығам, ұстаз. Былай? Міне. Әбу Насыр, сен бұл сандарды қайдан білесің? Біз әлі өткен жоқпыз ғой. Әл-Харазмидің Әл-Жебр уә Мұқабәллә кітабын оқып таныстым. Есепті теңдемен шығаруды да содан үйрендім, ұстаз. Керемет. Жарайсың, Әбу Насыр. Ал балалар, сендер енді математиканың бір саласы Әл-Жебраны оқисыңдар. Айналамыздың барлығы көзге көрінбейтін бөлшектерден тұрады. Бірақ біз сол заттарды бір-біріне қосу арқылы өзге бір заттардың шығуына ықпал ете аламыз. Әл-химия сабағы соны зерттейді. Қане, Әбу Насыр, сен мына сұйықтарды қалай пайдаланар едің? Мысалы, мына қышқылға біз аздап мұндағы сірке суын қосамыз. Сосын 2 мысқал мына сұйықтан қоссақ, одан соң мынау зығыр майын тамызамыз. Және үстіне күкірттен себейік. Соңында мына қышын тағын қоссақ. Міне, біздің оқсыздың күмбездерін әсемдейтін бояу шығаруға болады. Бұл бояулар 100 жылға дейін өңін бермейді, ұстаз. Жақсы, Әбу Насыр. Айтқандарымды ұғып алыпсың. Ұстаз, ал мынаны тамыз көрсе не болады? Енді оны зерттеп көру керек. Қазір көреміз. Әл-химия сабағында абай болған дұрыс.
Енді қайттыға. Құдай-ай, бұл несі? Мына жауын тоқтамай қойды. Бұлай жауа берсе топан су қаптайтын шығар. Ай бала, бері тұр. Ой. Таптым. Осылай? Бұл хабар жеткізім керек. Иә, әр жауын жауған сайын осылай бола берсе неміз қалады. Әміршем, бұл енді Алланың жазғаны ғой, қашып кете алмаймыз. Жарайды, зардап шеккендерге қазынадан көмек беріңдер. Жарайды, өте дұрыс болды. Осылай? Қош келдіңіз, мырза. Әмірші, тасқыннан зардап шеккендерге қазынадан ақша бөлді. Міне, 10 теңге. Мына жерге қол қой. Мен хат танымайтын едім. Беріңіз, мен қояйын, әке. Кешіріңіз, уәзір. Мұнда 23 теңге деп жазылған. Ай бала, сен не деп тұрсың? Қазынаның ақшасы шашылып жатқан жоқ. Оның өз орны бар. Балам, қоя қой. Әмірге қарсы келуге болмайды. Әкеңді тыңдап қолыңды қой. Әкел бері. Бұл дәлел. Әке? Сабырлы болай қолым. Қаржы халыққа жетті ме? Әміршім, түгел тараттық. Оқсыз шаһарымызда тағы қандай мәселе бар? Бәрі жақсы, әміршім. Әміршім, шәкірт Әбу Насыр қабылдауыңызды өтінеді. Әміршінің баламен сөйлесетін уақыты жоқ. Әбу Насыр, әлгі ел айтып жүрген ерекше бала ма? Иә, сол бала. Кірсін. Кел, балақай. Әміршім, мен таптым. Қане, суды төгіңіздер. Бәрекелді, су кетті.
Жарайсың Әбу Нәсір. Енді оқсыз шаһарының су жүйесі бар. Бұл үлкен жаңалық. Менің тағы бір ойым бар. Тыңдап тұрмын, әміршім. Анда қарашы. Біздің қаламыздың айналасы биік. Су шықпайды. Осы жерді абаттандырып, көгерте аламыз ба? Мен ойланып көрейін. Жақсы. Тәңір өзі қолдасын. Осы аманда бізімін су төбеге ағыпты дегенді көрсем көзім шықсын. Болмайды. Кеттім. Міне бұлай, тағы да. Міне. Жарайсың Әбу Нәсір. Ағыз құлама. Атаңа мың алғыс. Әйтеуір бәрі дұрыс сияқты. Әйтпесе жоғары жақтан таяқ жейтін Иә, уайымдайтын ештеңе жоқ. Бірақ енді байқа. Анда жолаушы болма. Түсіндім аға. Енді қайталанбайды. Әбу Нәсір, сен оқсыз, фарап, яссы ғана емес, бүкіл даламыздың мақтанышына айналдың. Даналығыңды дәлелдедің. Сен енді менің уәзірім боласың. Маған әлі ерте болар. Ешқандай. Ертеңнен бастап жұмысқа кіріс. Әбу Нәсір, мен сенің түбіңе жетемін. Әбу Нәсір, сарайдағы өмірің қалай? Қарның аш емес болар. Жоқ әке, мұнда бәрі жақсы. Тек мен бұрын әмірлердің өмірі жеңіл деп ойлап едім. Бірақ олай емес екен. Мұнда да жұмыс көп екен. Иә, әркімнің өз көтерер жүгі бар. Алып балам, мен Сайрам қаласына жасаған заттарымды сатуға бара жатырмын. Бірер күн үйде болмайтынымды айтайын деп келдім. Бәрекелді. Жолыңыз болсын. Рахмет ұлым. Әміршім, біз керуен сарайдың аумағын тиімді пайдалану үшін 2 қабатты қора соғуымыз қажет. Сонда керуендердің саны көбейіп, қазынаға 2 есе көп ақша түседі. Сызбалары міне. Өте жақсы. Солай жасаймыз. Әміршім, қамбадан асты құрланыпты. Бұл оқсыз шаһарында бұрын соңды болмаған нәрсе. Тез қылмыскерді тауып, жазаға тарту керек. Жарайды, әміршім, бұл іспен өзім айналсам. Міне, мұнда дәндер төгіліпті. Осы ізбен жүрейік. Міне тағы. Міне, мына үй.
Уәзір, кешіріңіз, бұл менің үйім. Мұнда не үшін келдік? Оны қазір тексереміз. Түгел тінтіп шығыңдар. Мұнда не бар екен? Бұл қалай? Сарай бос болатын. Түсінбей тұрмын. Түсінбейтін несі бар? Тұтқындаңдар. Ұлым, тыныштық па? Әке, ана қаптар қайдан келді? Балам, өзім де түсінбей тұрмын. Көрдіңіз ғой, әкем де білмейді, біз кінәлі емеспіз. Бұл дәлел. Сондықтан бұл тармаңдар. Тұтқынды алып жүріңдер. Тоқтаңдар. Я, астықты ұрлаған мен. Мен әкетіңдер. Баламның қатысы жоқ. Қалайша? Сен сайрамға кетедің ғой. Балам, өзің де біліп тұрсың. Енді біздің кінәлі емес екенімізді дәлелде. Әке, уайымдамаңыз, бәрі анықталады. Бәрібір құтылмайсың. Алмас сабағынан алыс түспейді. Әкесі ұры болса, баласы қайда барады? Байқаңыз, әміршім. Оның да дұрыс шығар. Жарайды. Қазылар шешім шығарсын. Анық қанығына жетсін. Әбу Нәсірден барлығын күтуге болады. Олым өзім қадағалайын. Әйтпесе қамбадан әлі де біраз нәрсе жоғалуы мүмкін. Қадағала. Çür. Kapların kolay görsem ekan. Көрсетейін саған. Қапмын аная. Қайдан жоқ өзі? Қайдан өзі жоқ өзі? Уәзір, жағдай не болып жатыр? Қамбадан тағы астық жоғалды. Міне, мына дәндердің ізі тегін емес. Демек ұры сарай ішінде деген сөз. Әміршім. Міне, тағы біреу. Міне, бұл Әбу Нәсірдің бөлмесі. Келіңіз. Әбу Нәсір, мен саған сенген едім. Енді халықтың қазынасын тонағаның үшін жазаңдаласың. Әміршім, датым бар, айтайын. Айт. Қамбаға тек уәзірлер мен күзетшілер ғана кіре алады. Мен түнде қамбадағы қаптардың сыртын бояп шықтым. Енді оны алған адамның қолы қараға боялу керек. Ол бояу оңайлықпен кетпейді. Ендігі сұрағым, бас уәзір неге қолын таңып алған екен?
Мен жай қолымды сенің жұмысың болмасын. Егер ұрыны табу керек болса, бәріміз қолдарымызды көрсетуіміз қажет. Қане, көрсет қолыңды. Мынау не? Бұл мен қайдан жұққанын білмедім. Мен осылай ғана ұрыны ұстауға болатынын түсінген едім. Әміршім, Тұтқындаңдар. Әміршім, бұл түсінбестік болды. Әміршім, кешіріңдер, әміршім. Арамыздағы жауды таптық. Енді елдің игілігі үшін аянбай қызмет етуіміз керек. мен дайынмын, әміршім. Әй, кіші періште, Иә, мұнда кел. тыңдап тұрмын аға періште. Анда қарашы. Әйтеуір қателессек те жерге дұрыс жұлдызды түсіріппіз, соған шүкір. Иә, мен де қобалжып жүредім. Жоғары жаққа айтамыз ба? Мүмкін ол жақ бізге алғыс айтар. Қоя тұрайық. Бала өскенде қандай болады? Соны көрейік, сосын айтарымыз. Онда жарайды. Қазір жақсылап ұйықтап демалайық. Ертең ана себеттегі жұлдыздарды тастауымыз қажет. Жарайды аға періште. Уағалейкум әссәләм. Жұмыстарыңызға береке берсін. Әбу Насыр аман бол. Рахмет аға. Дана бала қалғалай. Амансыз бата. Сәлем, Әбу Насыр. Сәлеметсіз бе? Сәлем. Ақылды бала, қалай? Рахмет, жақсы. Ертеде Оқсыз қаласында осындай оқиға болған екен. Әбу Насыр үлкейген соң Әл-Фараби атанып, бүкіл әлем мойындаған ғұлама болды. Ол білімнің арқасында Аристотельден кейінгі екінші ұстаз атанды. Сен де балақай, Әл-Фараби секілді білімге құштар бол. Білім болашағыңның кепілі.